Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен манный каша рецептімен бөлісемін. Тез дайындалатын манный каша 10 минутта дайын болады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен газға сүтімізді қойып, жылы сүттің үстіне манный крупамызды салып, жиі араластырып пісіреміз. Жиі араластырып тұрмаса, манный крупамыздың ішінде не болып қалады? Түйін болып қалады. Сондықтан жиі араластырып тұрыңыздар. Мына қоюланып қалды манный кашамыз. Ендігіде қант қосамыз. Дәміне қарай қант қосамыз. Сары май қосамыз. Осымен кашамыз дайын болды. Дәмі өте керемет, дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.